Қазір мен қалай компьютерге Python'ды орнату керек, ең оңай жолын көрсетемін. Бірінші python.org деген сайтқа өтеміз, сілтеме осы видеоның астында. Download дегенді басамыз. Мына жерде Python 3.11.3 деп тұрады. Енді сіз таңдаған кезде басқаша болуы мүмкін, себебі Pythonның версиясы жаңарып отырады. 4 болуы мүмкін, 5 деген секілді. Басамыз. Менде жүктелім басталды. Жүктеліп болғаннан кейін осы программаны іске қосамыз. Менде егер орнатылған болатын болса, осындай текст шығады, сізде осындай install дегенді басасыз. Мен upgrade now. Азырақ күтеміз, әрі қарай бізде осы программа орнатылуы керек. Менде жүктелді. Енді байқаған болсаңыз, мынадай текст шығады. Сіз установканы бірінші рет жасайтын болсаңыз, add pass деген птичка тұрады. Сол жерге обязательно птичка қоюыңыз керек. Add pass деген жерге. Дәл осылай көрінеді. Жабамыз. Енді орнатылған, орнатылмаған білу үшін тексеріп көруімізге болады. CMD-ні іске қосамыз. Python деп жазамыз. Бізде міне Pythonның 3.11.3 версиясы орнатылды. Дәл мына жерде міне тұрған. Мына жерге бір Python кодтарды жазып көруге болады. Мысалы A тең болады 10-ға, B тең болады 10-ға, V тең болады A қосылған, F тең болады A қосылған V. Мынаны жазып береміз әрине. Print F. Сол кезде міне 20 деп тұр. Яғни Python бізде дәл жұмыс жасап тұр.